Өзіңе деген сенімділікті арттырғың келе ме? Онда осыны соңына дейін тыңда. Көп адам сенімділік туа бітеді деп ойлайды. Бірақ шындық басқа. Сенімділік күн сайын қалыптасатын әдет. Ал қазір сен сол әдеттерді білесің. Біріншіден, әр нәрсеге бола ашулануды тоқтат. Ашуланшақ адамды ешкім мықты деп қабылдамайды. Өзіңді ұстай алу ішкі күштің белгісі. Сыртқы жағдай емес, оған сенің реакцияң маңызды. Екіншіден, аз сөйле, көп тыңда. Көп сөйлейтін адам емес, орнымен сөйлейтін адам беделді. Тыңдай білген адам ойлай алатын адам. Үшіншіден, өсек пен шағымнан аулақ бол. Үнемі шағымданатын адам әлсіз көрінеді. Ал үндемей әрекет ететін адам қауіпті. Өз өміріңе жауапкершілік ал. Төртіншіден, эмоцияңды басқар. Эмоция сені басқарса, сен жеңілесің. Ал сен эмоцияңды басқарсаң, кез келген жағдайда сабыр сақтайсың. Сабыр сенімділіктің ең мықты қаруы. Бесіншіден, адамдардың көзіне тіке қара. Бұл мен өз орнымды білемін деген белгі. Қорықпай қарау. Өз өзіңді сыйлайтыныңды көрсетеді. Алтыншыдан, әр сөзіңді ойланып айт. Артық сөз, артық қателік. Ақылды адам сөйлемес бұрын ойланады. Ал ақымақ айтқаннан кейін өкінеді. Жетіншіден, өміріңді бәріне жария қылма. Жоспарың тыныштықта өсуі керек. Барлығы білетін арман көбіне орындалмай қалады. Сегізіншіден, терең ойлауды үйрен. Терең ойлайтын адам көпшіліктен әрдайым бір қадам алда. Есіңде болсын. Сенімділік дауыстың қаттылығы емес, ішкі тыныштық. Егер осы әдеттерді өміріңе енгізсең, сені ешкім елемей қалмайды. Өзіңді өзгерт. Өмірің өзгереді. Егер бұл ойлар саған пайдалы болса, видеоны сақтап қой. Пікір қалдыр. Және өзгелерге де бөліс.